Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Гүл ұрығы. Өткен заманда бір мемлекетте данышпан патша болыпты. Оның перзенті болмапты. Күндердің күнінде патша мемлекетіміздегі ең ожданды шыншыл баланы табуға бұйырыпты. Және мемлекеттегі барлық балаға гүл ұрығын таратыпты. Кімде-кім осы ұрықтан ең әдемі гүл өсіріп шығарса, сол менің патшалығыма ие болады депті. Барлық балалар ұрықты егіп өсіре бастапты. Сол ауылда Санжар есімді бір бала да ұрықты егіп өсіре бастайды. Бірақ уақыт өтсе де гүлі еш өніп шықпапты. Санжар қынжылып анасынан сұрайды. Анасы, топырағын ауыстырып көр дейді. Санжар топырағын ауыстырып көрсе де ұрық өніп шықпайды. Патша гүлдерді көретін күн жетіп келеді. Барлық бала өсірген гүлдерін алып шығады. Патша барша балалардың өсірген гүлдерін көріп, көңілсіз өтіп кете береді. Ол бос түбек көтеріп тұрған Санжардың қасына келіп тоқтайды. «Не үшін сен бос түбек көтеріп тұрсың?» деп сұрайды. Санжар жылап, көзінен жасы ағып, «Өткенде біреудің бауынан сұраусыз жүзім алып жеп едім. Сол үшін бе білмеймін, гүлім өсіп шықпады» дейді. Бұл сөздерді естіп патша, «Менің патшалығыма осы бала ие болады» дейді. Адамдар шулай бастайды. «Не үшін? Оның гүлі өспеді ғой?» Сонда патша, «Ей халқым, менің таратқан гүл ұрығым қайнатылған, одан гүл өсіп шықпайды» дейді. Әдемі гүл көтеріп тұрған балалар ұялып жерге қарайды. Себебі олар басқа гүл көтеріп тұрған еді.